Тіл халқымыздың өзіне тәнлігін, тарихын, миллилігін аңлатып тұратығын бейбаха қазинеміз болып қадірленеді. Сөзлік құрамға бай өзіне тәнлікке ие болған тіліміз неше ғасырлар давамында ата-бабаларымызға қызмет еткен. Дәсталларымыз, ертеклеріміз, қосқыларымыз дөретілген. Гаухар, маржан кібі сұлулыққа ие болған бұл тілдің қадір қымбаты да, тарихы да ұлы. Тіл жасаса, миллет жасайды деген гәп бекар айтылмаған. Әр жылы 1 декабрь сәнесі Қарақалпақ тілінің өз билігіне ие болған күн сыпатында салтанатлы түрде белгіленіп келінеді. Ұстазлар еске алынады. Биыл да тіл байрамы айрықша түрде белгіленді. Тіл ілімінің рауажлануына салмақлы үлес қосқан алым, Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген халық білімдендіру қызметкері Айман Нажимовтың іліми дөретушілік өмірі еске түсірілді. Әжінияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында туылғанына 90 жыл толу мүнәсібетіменен дәслеп Айман Нажимов атындағы пән кабинеті ашылуы болды. Бұл кабинет алымның тіл іліміне қосқан бейбаха мирасларын ұғындырып тұрады. Айман Нажимов Қарақалпақ тілдің нағыз ілімпазы еді. Бұл такрар сөздер, жүз сөздер бойынша кандидаттық диссертация жазған, синтаксис оқытқан, бір шебер оқытушы еді ол. Студенттерге сондай білім беретұғын, студенттер оны түсінбей қалмайтын еді еш уақытта. Түсінбеген мәселе болса, оны көшеде ұстасаған ол кісі айта береді. Мен өзіммен бірге жүріп, онымен қоңсы тұрдым, бірге жүріп, бірге жұмыс істедік. Менің ұстазым бір жағынан ол. Бірге кітаплар жаздық. Үлкен конференция өткөрдік 1993 жылы Қарақалпақстанда Қарақалпақ тілінің орыс тілімен байланысы һәм басқа тараулардың рауажлану хақында. География, тарих, математика, физика әммесі тарауларда Қарақалпақ тілінің рауажлануын айттық сонда. Сонда үлкен конференция болды. Оны университетте өткөрдік барып. Оған үлкен ілімпаздар қатынасты, топламдар шықты. Міне сонда Айман аға Нажимовпен мен соны басқарып едім. Оның үстіне Айман аға бір жүзі кішіпейіл адам еді. Сондай кішіпейіл, оның қасында студенттер әмі топарласып жүретін еді. Оның аспиранттары көп еді оның. Ол енді өзі ілімпаз. Ол әм жұп сөздер, такыр сөздерден жақылады, бірақ әм синтаксисті оқытты. Синтаксистегі үлкен ілім бұл. Тіл тарауындағы сөздердің, дізбеклерінің, гәплердің құрылысы, тексттердің құрылысы бұл ақыры. Әдеби тілме мәйлі, я публицистика тіліме, я мысалға мемлекеттік тілме, я болмаса ол үжетөл тіліме, бәрінде синтаксис бар берді. Міне осыны Айман аға жүзе жақсы оқытатын ұстаз еді бұл. Оның кітаплары, оның минетлері, оның шығарған шәкірттері мәңгі жасайды. Демек, Айман аға да арамызда мәңгі жасайды деген гәп. Мен Айман ағаны студент уақытымнан бастап білемін, себебі Айман Нажимовтың қолында тәлім һәм тәрбие алғанмын. Айман аға әрбір сабақты өткен уақытларда студентлерді өзіне тартып, қызықты мысалларды келтіріп өтетін еді. Біздер де сол мысалларды кітаплардан табу үшін көп әрекет істейтін едік. Әсіресе ол имтихан алған уақытларында тап әке-шешең басыңнан сипап отырғандай, барқылла, дұрыс айтып отырсаң, бәрекелді балам, жүда дұрыс айтып отырсаң, рахмет саған деген қошеметлеуші сөздерді айтудан жалықпайтын еді. Айман ағаның принципиаллығы да бар еді. Елі есімде осы педагогикалық институтқа келгеннен кейін ол уақытларда кіру имтихандары ауызекі түрде болатын еді. Ауызекі һәм жазба. Сондай имтиханларға Қарақалпақ тілі һәм әдебиеті кафедрасынан профессор оқытушылар таңдап алынған. Сол уақытта Айман аға таңдап алынған оқытушылардың ішіндегі біреуінің ахуалын біледі екен. Соның үшін таңдап алынғандардың барлығын жинап, олардан 100 сөзден ібарат болған диктант жаздырып алған. Hem sol diktantты жаздырып, өзі тексеріп, өзі гуманланған оқытушының бір қанша қателер жібергенлігін есепке алып, сол уақытта ректорымыз Жұманазар Базарбаевқа апарып көрсетіп, бұны имтихан алуға біз жібере алмаймыз деп, hem имтихан ағзасы қатарынан алып тастауға еріскен адам. Айман аға енді жүдә ақ көкірек адам еді. Ешкімді қапа қылмас.
ешкім менен бір қаттырақ сөз айтып сөйлемейтұғын әжайып інсан еді. Айман аға барқылы біздердің ядымызда. Айман Нажимов Қарақалпақ тіл ілімінің көрнеклі уәкілі. Ана тіліміздің келешегі үшін бідайы қызмет еткен алымның ісмі іліми орталықта Қарақалпақ тілі сабақлықларының авторы, оқыту бағдарламаларын түзуші методист, синтаксис тарауын зерттеуші алым сыпатында кеңінен белгілі. Өмірі орнек Зәвердес ұстаз атамасында іліми-әмели конференцияда ұстаздың підайы минетлерінің бейбаха мирасқа айланып жасап атырғаны хақында мақтанышпен тілге алынды. Себебі Айман Нажимов тіл тарауы бойынша шәкіртлерге туыры бағдар берді. Ұстазлық мәслихатлерін аямады. Соның ұшында бүгінгі ілімде оның ізбасарлары көпшілікті құрайды. Ұстазымыздың Қарақалпақ тілінің рауажандыруына, Қарақалпақ тілінің жастарға білім берудегі қосқан үлестері жүзі қуандырады, мақтанамыз. Себебі дәстепкі кітаплар ғайресіздікке шыққан болса, ғайресіздіктен кейін Айман ағаның басшылығында кафедрада бірнеше сабақлылар, оқу қолданбалар, монографиялар, сонымен бірге методикалық қолданбалар баспадан шықты. Бұлардың барлығы бүгінгі күнде үлкен мектеп болып қызмет істеп жатырды. Әсіресе тілдің лексикологиялық тарапы, морфологиялық тарапы, грамматикасы, сонымен бірге фонетикасы бойынша ілімпаздың шығарған біресе кітаплары бар, ниетлері бар. Бұларды бүгінгі күнде жастарымыз оқып үйреніп, һәм өздеріміз үйренеміз бұндан. Себебі бұл келешекке қадам қоюға болған үлкен бір жол көрсетуші жұлдыз деп айтсақ болады. Айман аға көп шәкірттер даярлады, ілім кандидатларын шығарды, магистрлар даярлады, бакалаврлар даярлады. Бұлардың барлығы қазір бүгінгі күнде халқымыздың білімнен тарауларында өздерінің ниеттерімен қызмет істеп келатыр. Қарақалпақ тілінің рауаждануына, Қарақалпақ тілінің елде сақталып қалуына бүгінгі күнде алдымызда тұрған жүз мәселелер көп. Бұлардың арасында ұстазымыздың даярлап кеткен, ұстазымыздың басшылық етіп кеткен ниеттерін пайдаланып, елде жастарға тәрбие беруде, жол жоба көрсетуде құрал болып қалады деп ойлаймын. Айман аға Нажимов әділі ұстаз еді, әжайып инсан еді. Қарақалпақ тіл білімінің бірқанша тарауларын зерттеумен шұғылданды. Қарақалпақ тілінің синтаксисіне сабақ берген уақытта біздерге түсініксіз нәрсенің өзі қалмайтын еді. Себебі ұстазымыз теориялық мәселелер менен әмели мәселелерді жүдә қарыстырып жіберіп, біздерге сабақ оқытатын еді. Ұстазды һәм студенттер хөрмет ететін еді. Бұғада білімлі, кішіпейіл, әпуайы, мехриман инсан еді. Айман аға Нажимов Қарақалпақ тілінен сабақ берген уақытта сөздерді, гәплерді дұрыс қолдануға, сөзбекілерін өз орнымен дұрыс пайдалануға да біздер үйрететін еді. Айман аға Нажимов Қарақалпақ тілінің бірқанша тарауларын зерттеумен шұғылданды. Қарақалпақ тіліндегі шүбһәм тәкрар сөздерді зерттеді. Қарақалпақ тілінің синтаксисі бойынша көлемді зерттеу жұмыстарын алып барды. Жоғары оқу орындарының студенттері үшін, Қарақалпақ тілі әдебиеті қанегелігі студенттері үшін бірнеше сабақлардың жазылуында белсене қатынасты. Сонымен бірге мектеп оқушыларының сабақлықларын Қарақалпақ тілінен түзуге де белсене қатынасқан ілімпаз, ұстаздың мыңлаған шәкіртлері, оның ілми педагогикалық көзқарасларын, Қарақалпақ тілін сақлау, қадірлеу бойынша ең жақсы берген білімлерін, ең жақсы идеяларын бүгінгі күні өзінің минетлері арқалы, ілми педагогикалық жұмыслары арқалы әмелге асырып жатырды. Ұстазымыздың тіл білімі бойынша айтқан пікірлері, зерттеулері, оның монографиялық минетлері қазіргі уақытта Қарақалпақ тілі бойынша қанегелерді даярлауда жүдә өнімлі қолданылып келатырды. Олар өзінің құнын жойтпайды. Айман аға Нажимовты студенттер жүдә жақсы көретін еді. Ол себебі ол жүдә мейірбан, студенттерді өзінің бауырына тартып, олар жақсы көріп, аталық мехірменен білім беретін еді. Сонда менің университетті біткеріп, жаңа институтқа мұғалім болып келген уақытларым еді. Сонда Айман аға Нажимовпенен екеуміз бір пәнді екі әмели топарға, кіші топарларға бөліп оқытамыз. Сол уақытлары Айман аға Нажимов кафедра басшылығы, енді оның қағазлары, жазулары, жұмыслары жүдә көп. Арасында сабақ оқытуға үлгермей атырған уақытта маған өзінің топарында қосып оқытуды тапсырады. Сондай уақытта мен аудиторияға кіріп барған уақытымда, Айман ағаның өзі келмей ме сабаққа?
және сіз өтесіз бе, Айман аға қаяқта деп, олар қапа болып Айман ағаны іздеп сағынып күтіп тұратұғын еді. Себебі Айман аға сондай дәрежеде бір сабақты ахуай етіп, түсініклі етіп жеткеріп беретұғын еді. Міне, осы тарапынан де ол студенттерге айрықша ұнайтұғын еді. Айман аға Нәжимов қарақалпақ тіл білімінің тарихында өзінің салмақлы минетлерін қалдырды. Оның минетлері қазіргі уақытта қарақалпақ тілін зерттеуде, оның бірқанша мәселелерін ілми көзқарастан талдау жасауда өзінің құнын жойтпайды. Оның таярлаған мыңлаған шәкіртлері ұстаздың осы ісін давам ете береді. Айман Нәжимов зерттеген әр бір минетінде терең теориялық шумақ жасады. Асылай ерінбеді, зерікпеді, қайта жігерленіп ілімге өз жаңалығын қосты, һәм әр тариплеме дәлелеп берді. Тілде әр бір сөздің белгілі орны, қоллану өрісі бар деген еді іліми пікірлерінде. Оның менен заманлас болған инсанлар қалбінде тек қана минеткешілігі, жақсы пазилеті, туырлығы менен орын алып жасады. Айман аға менен бірге іслестік. Ең дәслепкі біздердің бірге іслескеніміз Қарақалпақ мемлекеттік университетінде Қарақалпақ тілі кафедрасында Сыражаддин Ахметов декан еді. Айман аға мен сол жерде бірге істедік. Бірге іслесіп, олар пединститутқа кеткеннен кейін Айман аға пединститутта кафедра басшылығы болып істеді. Университетте бірге істегеннен кейін методикадан сенің мағлұматың бар, мектеплерде істеп атсаң, мектеппен пединститут терең байланыста болу керек. Соның үшін біздерге келді. Мен пединститутта Айман ағаның қарауында мұғалім болып істедім. Енді Айман аға қандай адам? Ол апуайы, әжайып, ақ көкірек, әммеге бірдей. Һәм менің кеуілін қалдырмайды, жұмысларын бітіреді, ақыл насихатларын береді. Барлық студенттер Айман ағаны жақсы көретұғын еді. Айман аға өзі талапшаң, айтылған сөзлерін талап етеді, тапсырмаларын талап етеді. Һәм соны қайтып орындадым деп айтуым керек. Айман ағаның жұмыслары, перзентлері давам етсін, ел халқымыз давам етсін. Айман ағадай тіл әдебиатқа қызығушы ұстазлардың саны, оның шәкіртлері көбейе берсін. Айман аға Нәжимов Қарақалпақ ілімін, тіл ілімін рауажландыруда алаяқлы үлес қосқан, өппеткіл өмірін осы жолға бағышлаған хақиқи алым, хақиқи инсан, хақиқи ақкөкірек бір халқымыздың бір қалеген жерде өзлігін көрсететұғын, милилігін көрсететұғын дәрежедегі инсан еді. Ол біздерге де ертеде сабақ берген. Айман аға сондай инсан еді, жаздай жадырап жүретұғын, кімгедір жақсылық еткісі келіп жүретұғын, сол кімгедір жақсылық етсе өзі де қуанатұғын, сондай дәрежедегі инсан еді. Шәкірт сыпатында қосық жазғанман, ұстаз деген сіздей болады екен. Жүзінен нұр тамған жылы шырайы, жаздай жайма шуақ кеуіл ырайы, шәкірт оқу десе жаны пидайы, ұстаз деген сіздей болады екен. Әллеріңнің нарттан неше мың түрі, олар гүллеу үшін ашар бір түгін, жүруші дүнияның жамап жыртығын, беліңізде достық кәмары екен. Ұшан кеме шалқар теңізге шыққан, қоршап жүзіп барар қанша қайықлар, дариясыз алғыслар, жасыл жағыслар, өміріңіз неше салалы екен. Кеуіл бағыңыздың алтын есігін, құяш күтіп алар, ашса дағы кім, әдулі әкемдей таниман бүгін, жүзіңізде мехір жамалы екен. Жіпек сөзіңізге кеуіл киінген, менде бір түймеңіз кешлеу түйілген, сыйлы орныңыз бар, жүрек үйімнен, өміріңіз сұлу намалы екен. Гүлсіз адамларға шашқан жұпарын, қанша шәкіртің бар, қанша шәһәрің, бәһәр болып өнер берген бәһәрің, кеуіліңізде ілхам самалы екен. Мейуесіз сырғыған
өз залбақ болып, сусынды қандырар бір бұлақ болып, бәрі жайнап жаснап, жасаң хақ болып, заман хақиқатлық заманы екен. Ұстаздың минетлері әр бір инсан үшін қадірлі сабақ болып есапланады. Тіл білімін үйренеміз, ана тіліміздің байлығын, өзіне тәнлігін ұғынамыз. Тіл ең бейбаха байлық. Соның үшін да ілімпаз келешек әуладлар үшін өшпейтұғын қазине бағышлап кетті. Айман аға Нәжім біздердің ұстазымыз Қарақалпақ тілінің синтаксис тарауы бойынша жазған кітаплары, жұп һәм такрар сөздер морфология бойынша жазған кітаплары біздерге жүдә бір жәрдем берді. Мен қазір сол кітаплардың синтаксис тарауы бойынша істеп жатырмын. Синтаксис кітабын барлықта қолымдап жүремін. Себебі біздерге Қарақалпақ тіліндегі синтаксисті қоспа гәплердің бөлінуін, қоспа гәплердің түсіндірген уақыттағы схемаларын, һәм олардың әрқайсысына сан қойып үйретулерін ешбір мұғалімде көргенім жоқ. Сол Айман аға мысалға солардың барлығын біздерге көрсетіп, доска толып қалатын еді жазуға. Һәм әр неде, әр сөзінде 1 минут кешіп қалсақ, біздер 1 минут кешіккен 30 балаға есапла дейтін еді. Отырған 30 балаға 1 минутыңды есапла, сен қанекей балалардың қанша уақытын алдың деп та. Және бір мұғалімнің сауатсыздығы 30 балаға сауатсыз болуына себепші болады. Сіздер барлығыңыз адам тәрбиелаушысыз, адамға білім беретін адамдарсыз, сіздер завод фабрикада істемейсіз, сіздер адамдарменен істесесіз, сіздердің тәрбиелаған адамдарыңыз бұл ертең келешек әулат деп сондай бір тапсырмаларды берген уақытта сол сөздерді такрарлап, һәм 45 минут, 45 жыл стажға ие бола бер, бірақ 45 минут сабағынан кешіп келсең, ямса сол 45 минут сабағыңа сен даярланбай келсең, сен мұғалім емессің деп айтатын еді. Және шығарған кітапларында, жазған кітапларының өзінде де алғы сөзінде жазып қойыпты Айман аға. Мен мына кітапты дейді, шынығуларды беріп кете беруге болатын еді, бірақ екінші жағын өзіңіздеріңіз толтырың дейді. Себебі балаларды пікірлеу һәм өзінше ойлау, сол гәпті құрастыру һәм жасау гәпті, синтаксистік байланысын, синтаксистік қатынасын анықлау, осылардың барлығын Айман аға біздерге сол кітап арқылы үйретті. Сол өзінің жазған кітап монографиясы арқылы. Бұл монографиясы Қарақалпақ тілінде қазір практикум қолданба сипатында қолданамыз. Гәп құрауда адамдардың қателеспеу керектігі, стильдік қатеге ешқандай жол қоймау керектігі хақындағы мағлұматлары. Ол тек Қарақалпақ тілінің синтаксис тарауы бойынша емес, морфология, фонетика, лексикология тараулары бойынша жазған мақалалары. Барлығын біздер қазір көздерімізге сүрме қылып оқып жүрміз. Ұстазымыз профессор Айман аға Нәжім мемлекеттік педагогика институтының Қарақалпақ тілі кафедрасының бірінші сөркөл меңгерушісінің басшысы болды. Ол өзі басшылық еткен жылдары таздан шөркөл меңгерушісі аталған кафедраға республикамыздың әрқилы ілім тарауларынан, алдыңғы педагогтардан кадрларды шеберлікпен жинай білді. Олардан атап өтетін болсақ, Ілімдер академиясынан Орақбай аға Досманов, Орақбай аға Сайымбетов, Ұзақбай аға Ембергеновларды, педагогикалық институт деканынан педагог кадрлар даярлайтұғын есапқа алып, республикамыздағы орта мектептерде істеп отырған тәжірибелі ұстаз оқытушылардан Өзбекстан халық мұғалімі Ырысқұл апа Снадинова, Бибірова апа Оспановаларды жинай білді. Жоғарғы білімдендіру оқытушылары көбінесе біздер академиялық тәлімге ғана көбірек ітібар беріп, әмелиятқа онша тәбір бермей қала береміз. Демек, Айман аға өзі орта мектепте 10 жыл ұстаздық етіп келген тәжірибесін тегінде бұл академиялық біліммен бірге әмелиятта терең меңгерген ұстаз еді. Ұстазымыз кафедраға басшылық еткен дәуірлерде Қарақалпақ Қанегелі әдебиетінің студенттері жоғарғы оқу орындары арасындағы Өзбекстан көлеміндегі олимпиадаларда әм уақытта бірінші орынларға иелеп келді. Себебі ұстазымыз сол олимпиадаға таярлыққа басшылық етумен бірге жеке өзі бұлардың таярлығымен шұғылданатын еді. Ұстазымыздың іліми мираслары республикамыздың ілім, білім, тәлім тәрбие тарауының рауаждануына елде ұзақ жылдар қызмет ете береді деп сенеміз. Айман Нәжімовтың тіл ілімінде зерттеліп дөреткен минетлері әр біріміз үшін сабақлық болса, келешек әуладларымыздың тиянақлы білім алуына қызмет етіп жасайтұғын білімнің кәні болып есептелінеді. Ілімпаздың кітаплары білім алған әр бір инсанға сусын болып қызмет еткен болса, бүгінгі іліми орталыққа кіріп кетірген жас алымлар менен оқытушы методистлер үшін латын графикасында қайтадан баспадан шықты. Демек, алымның минетлері ілімдегі өшпейтұғын қазине болып қадірленеді деген сөз.
Айман Нажимов үлкен ұстаз, сондай-ақ ілімпаз, сондай-ақ оның адамгершілік фазилеті жағынан кең пейіл, зәбердес, нағыз підайы ілімпаз еді. 1991 жылдан басылап осы Хәзіргі Қарақалпақ тілі кафедрасынан бірнеше кадр даярлауда, өзінің оқу бағдарламаларын түзуде, сондай-ақ сабақлықлар түзуде, сондай-ақ кадр даярлап беру мақсатында де іліми кадрларды, шәкіртлерді даярлап, осы Хәзіргі Қарақалпақ тілі кафедрасының елі де іліми потенциалын көтеруге үлкен жәрдем етті. 90 жасқа толу мерекесін белгілеп, Әжінез атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институты оның атына үлкен һәм педагогикалық шеберлікке ие, һәм ұстазлардың ұстазы, һәм әлбетте осы пединституттың тарихындағы гіреулі орны бар ілімпаздың атына Айман Нажимов атындағы пән кабинет жөкеместірілді. Айман Нажимов ақиқатынан да екінші өмірін өткізіп атырыпты. Себебі ол таярлаған ілми зерттеу жұмысларына басшылық еткен шәкіртлері әзіргі уақытта оның жолын давам етіп, оның педагогикалық іскерлігін, оның айтқан әр бір сөзін, сондай-ақ ол қалдырған ілми мирасын, оның жолын давам етпекте. Айман Нажимов жастарға берген білімі менен, зерттеген ілімі менен бүтін халықтың ұстазы болып есептеледі. Шәкіртлер қалбінде жасайды. Сондай-ақ өмірі мазмұнға бай, тәлім тәрбиялы перзентлерді өсірген бақытлы әке сыпатында ібратлы инсан болды. Ілімде жолын дауам етіп отырған перзенті филология ілімдерінің докторы профессор Пердебай Нажимов. Бұл әлбетте әке һәм ұстаз сыпатында Айман Нажимовтың өмірдегі үлкен табысы деп мақтаныш етуімізге лайық. Алымның ілімдегі даңқлы жолы болса, асла өшпейді. Жас әуладлардың жарқын келешегіне нұр бағышлап жасай береді.